Ұлы қолбасшы Қабанбайдың азан шақырып қойылған есімі Ерасыл екені баршаға мәлім. Ол 1692 жылы туып, 1770 жылы дүние салған. 7 жасында әкесі Қожағұл, 16 жасында асы Есенбай жоңғарлар қолынан қаза табады. Қожағұлдың Есенбай, Есенаман, Ерасыл деген 3 ұлы болған. 16 жасар бала 1708 жылы жау арасына жасырын барып, ағасын өлтірген жоңғар батырын Отжа жырға Ноянды өлтіріп, кегін қайтарған. Осыдан кейін Зайсандағы керей ішіне барып, апайы мен жездесі Бердәулеттің қолында ер жетеді. Өзіне шапқан қабандарды жайратып Қабан батыр атанатыны осы кез. Содан бастап қашан көзі жұмылғанша қылышын қынабына салмаған. 1717 жылдан бастап 26 жасында елі мен жерін қорғау жорығы басталады. Найман түмендерін майданға бастап шыққан. 1717 жылы Аягөз шайқасына, 1723 жылы Түркістан қорғанысына, 1724 жылы 32 жасында Түркістанда хан сайланып жатқанда қазақтың бас сардары, бас қолбасшысы дәрежесіне көтеріледі. 1726 жылы Бұланды шайқасына, 1730 жылы Аңырақай Алакөл шайқасына, кейіннен Шыңғыстау, Ертіс бойындағы шайқастарға қатысып, Абылай ханның бас батырына айналды. 1741 жылы Шыңғыстаудағы Шаған шайқасында Ақбоз атпен топ жарып, жауды жеңгені үшін дарабоз атанды. 1751 жылы Батыр қолы Сыр бойы, Шымкент, Сайрам, Ташкент қалаларын жоңғарлардан азат етіп, Төле бидің билікке келуіне ықпал жасады. Жоңғарияға айдалып бара жатқан бірнеше мың қарақалпақты құтқарып қалады. 1752-1754 жылдар аралығында Қабанбай басқарған қазақ сарбаздары алдымен Іле, Балқаш, Қаратал өңірлерін жаудан тазартуға қатысты. Осыдан кейін Қарақол мен Нарында, Үржар мен Қатынсуды, Алакөл мен барлықты азат етіп, терістік бағыттағы Бөгенбай әскеріне қосылады. Одан кейін Баспан, Базар, Шорға, Маңырақ шайқастарына қатысып, Зайсан, Марқакөл, Күршім өңірлерін жаудан азат етті. 1756 жылы жоңғар билеушісі Әмірсананы қуып келген Қытай әскерінің бетін қайтарады. Шонжы, Нарынқол, Кеген өңірлерін қырғыздардан тазартады. 1756-1757 жылдары Ежен ханның Қытай шеріктерін 3 мәрте ойсырата талқандады. Қазақ топырағын басқызбайды. 1758 жылы қыркүйекте барлықтан Үрімжі қаласына 300 жылқы айдатып, Қазақ-Қытай саудасын бастап берді. Мұны іске асырушылар ұлы Едіге мен інісі Туматай 1758 жылғы және 1762 жылғы Аягөзде өткен Қытай мен екі арадағы қанды жап Мамырсу бітімдерінде Абылай мен Әбілпейіспен қатар сөз ұстады. Қытайлар бабамызды қазақтың бас, қалқан батыры Қаракерей Қабанбай деп атап көрсеткен. 1769 жылы 500 адамдық қолмен келген қырғыз батыры Әтеке жырық баласы Қарабекке науқастанып жатқанына қарамастан қарсы шығып, жекпе-жекте Қарабекті өлтірген. 78 жасында соңғы жекпе-жегіне шығып, жауды жайратты. Өмірінде 103 рет жекпе-жекке шығып, бәрін жеңіспен аяқтаған. Дереккөздер ұлы батырдың 1770 жылы 13 қарашада дүниеден өткенін айтады. Атақты ғұлама Мәшһүр Жүсіп Көпей қазақта Қаракерей Қабанбайдан асқан батыр болған емес деп бағаласа, әйгілі ғалым Құрбанғали Халид Шығыстың 5 тарихы деген еңбегінде Абылай ханның дәуірінде батыр және әскербасы болып келген адамдар Қаракерей Қабанбай батыр, Алтыбай батыр, Ақтанберді батыр, Еспенбет батыр, Матай Шөңкей батыр, Керей Жәнібек батыр, Бура Ақпантай батыр, Қанжығалы Бөгенбай батыр, Бәсентиін Малайсары батыр және басқалар. Бұлардың әрқайсысы батырлықтар мен асқақ атақ, абырой алған болса да, олардың батырлығынан өресі биігі Қабанбай батыр еді деп жазып қалдырған. Ту көтеріп, ел қорғаған сүйікті батырына халық Ерасыл, Нарбала, Ізбасар, Қабанбай, Хан батыр, Дарабоз, Көкірек әулие деген ат есімдер берген. Қабанбайдың жан-жары Гауһар шын есімі Майсара, Бәсентиін Малайсары батырдың қарындасы. Қабанбай батырмен бірге бірқатар шайқастарға қатысқан. Ерлі зайыпты қос батырдың тұла бойы тұңғышы Назым қызда батырлығымен көзге түскен. Видео ұнаса лайк басып жіберіңізші өтініш.